Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен рецепт салмағалы біраз уақыт болып қалды. Сондықтан мен сіздерге өте оңай дайындалатын булочкидің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Өте оңай рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге осындай ыдысымызға жылы сүтті құйып аламыз. Қатты ыстық болмаса да болады, негізі температураға қарамайды. Және дрожжымызды салып, қантымызды салып, массамызды араластырып аламыз. Және үстінен бір жұмыртқамызды салып, массамызды дайындап аламыз. Барлығының мөлшерін, көлемін мен описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден оқып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы мөлшермен жасасаңыздар идеально шығады. Және міне сұйық майымызды да құямыз. Сөйтіп барлығын араластырып аламыз. Енді дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды салып, қолмен жақсылап илейтін боламыз. Осылай қамыр қалпына келгенше жақсылап июін қандырып илеп аламыз. Қолға жабыспайтындай болып қалады. Және үстінен бөлме температурасында еріген сармайымызды жағып аламыз. Қоса илесеңіздер, қамыр өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Егер сармай болмаса, өзін ғана илеп, бетін жауып қойсаңыздар болады. Дайын болған қамырымыздың бетін осылай пищевой пленкамен жауып, жылы бөлме температурасындағы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз 2 сағаттың ішінде өте керемет болып көтеріліп, көпсейтін болады. Міне 2 сағаттан кейінгі менің қамырым өте әдемі болды. Енді қамырды жерге аламыз, яғни тақтайдың бетіне немесе дастарханның бетіне алып, оны формаларға келтіреміз. Барлығын дөңгелек етіп формаларға бөліп алғаннан кейін 15 минут уақытқа бетін пленкамен жауып қалдырып қоямыз. 15 минут уақыттың ішінде қамырымыз демалып, өте әдемі болып көпсіп шығады. Булочкаларымыз көтеріліп, әдемі болып піседі. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Және менің видеом ұнап жатқан болса, тіркелмеген оқырман болсаңыз, подписаться батырмасын басып қойыңызды сұраймын. Және де лайк қалдырып, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міне біздің қамырымыз көпсіп өте әдемі болды. Енді барлығын пергаментке орналастырып, формаларын дайындап шығаратын боламыз. Булочканың осы жасалу сәті маған өте қатты ұнайды, себебі өте әдемі болып шығады. Мен басында осылай пышақпен бастадым, кейіннен қайшымен жасадым. Қайшымен тіпті оңай болады екен. Осылай ортасына арнайы заттарыңыз болмаса, баклажканың қақпағы көмектеседі. Және ортасына қалаған варенье болса да, сгущенка болса да, немесе творог болса да салсаңыздар болады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығады, өте сүйкімді, жегенге балдарға жасап берсеңіз қуана-қуана жейді, және өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бірнеше рет көрсеттім, өте әдемі болып шығады. Және біз пешімізді енді қыздырып алуды ұмытпауымыз керек. 200 градуста міндетті түрде қызып тұру керек. Сіздерге видеом пайдалы болып жатса, қазақ тілді ютубтың дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк қалдырып, комментарий жазып, және подписаться батырмасын басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздер мен Еркенің рецепттері, және де қандай рецепт күтесіздер, комментарийға оны да жаза кетіңіздер. Міне біздің булочкилеріміз дайын болып қалды. Қараңыздар, бұл жерде мен қайшымен жасағанымды көрсеттім. Қайшымен недары оңай болады. Сіздерде осылай кондитерский қайшыларыңыз болса, яғни асханаға қолданатын, сомен жасап көрсеңіздер болады. Міне біздің булочкилеріміз дайын. Енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, барлығын жақсылап сәндеп аламыз. Сарыуызды жағуды ұмыт кетпеңіздер, жақпасаңыздар дұрыс қызармай қалуы мүмкін. Енді тағы да қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Макпен сәндесеңіздер, немесе күнжітпен сәндесеңіздер де болады. Мен бұл жерде бетіне аздап күнжіттен шаштым, әдемі көрінсін деп. Дастарханға қойғанда өте әдемі көрінеді. Міне дайын болған булочкилерімізді салмасын салып дайындап болғаннан кейін 200 градус пешке пісіріп аламыз. Мінекей осылай шықты. Өте дәмді болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақерке. Менің инстаграм парақшама да жазылуды ұмытып кетпеңіздер.
мен ол жақта да сіздермен оңай рецепттермен бөлісетін боламын.